Ол кезде жасым төртте ме әлде үште ме, махаббат жайлы білуші едім кішкене. Үйге кіремін сусабынан қып жүрсем деп, тамақ ішуге келмесем дағы түстеде. Даланың қызы, сыймайтын едім үйге шын, табиғатпенен жүрегім нағыз елесім. Окопта ойнап, былғаған киім ауысып, ән салу үшін ақ көйлегімді кигесін. Алып теректер төбемнен төніп қараса, алма бағалда көк шалғын көркі тамаша. Қара барқытқа алмаздар шашып алғандай, қою түндердің масалы болғанын қараша. Жақсы ғой жақсы, өмірді сүруден аман. Жұлдызға қарап ұнады маған ұнаған. Жұлдыздар сірә іңкәр жандардың жасы ғой, аспанға тамып құлаған. Әйнектен өтіп, күн шуақ мені тапқанда, құстардың әні сүйемеледі ақтанға. Құстарға маған қошемет қылған жапырақ, ауаны тырнап, сарғайып құлап жатқанда. Жапырақтарсыз, құстарсыз қалмай ешігім, мен қалып қойдым, жұмбақтың таптым шешімін. Ұнатқан үшін кішіреді екен адамдар, ұнаған үшін сұрап үйрендім кешірім. Абай айтады ғой өзінің қара сөздерінде, жас бала анадан туғанда білсем екен, көрсем екен деген ізденіс ниетімен туады деп. Сол сияқты мен бала кезімнен табиғат құбылыстарын өмірдің заңдылықтарымен салыстыра ұштастырудың нәтижесінде бала кезімнен бастап күні бүгінге дейінгі танымдардың жиынтығын осы өлеңде жазып көрсеттім деп ойлаймын. Үйге кіремін сусабынан қып жүрсем деп, тамақ ішуге келмесем дағы түстеде, және окопта ойнап былғаған киім ауысып, ән салу үшін ақ көйлегімді кигесін деген тіркестерде мен бала кезімнен өнерге деген құрметім деп қазір баға берем. Себебі әскери бөлімнің аясында өсіп, балалық шағым сол жерде өткендіктен де біз окопта ойнап, табиғатқа Алматының Алмабақ ауласына, көкшағын тамашасына сүйсініп өстік. Қара барқытқа алмаздар шашып алғандай сондай бір ертегідей әдемі, жұлдызды аспанға қарап, армандап, бірақ өнерге келген кезде өнерге деген құрметімнің бір белгісі шығар. Окопта ойнап былғаған киім ауысып, ән салу үшін ақ көйлегімді кигесін. Табиғат құбылыстарын өмір заңдылықтарымен салыстыра ұштастыру меніңше құстарға маған қошемет қылған жапырақ, ауаны тырнап, сарғайып құлап жатқанда, шынымен де кезде біз өзімізге бір ілтипат көрсеткен адамдарға, мейірім көрсеткен адамдардың көңіліне қаяу түсіріп жатамыз. Кейде оны біз өзіміз білмейміз, немесе сондай бір қадам жасауға мәжбүр боламыз. Сол кезде сол табиғат құбылыстарымен бір ұқсастық байқадым. Ұнатқан үшін кішіреді екен адамдар, ұнаған үшін сұрап үйрендім кешірім.